Қазіргі таңда ерте жүктілік деген үйреншікті әдетке айналып бара жатқандай. Мұндай сұмдықты Оңтүстік Қазақстан облысының барлық аудан қалаларынан кездестіруге болады. Мәселен, өткен жылдың өзінде 12-ден бір күлі ашылмаған 751 қыздың етегі ерте түрілген. Нәтижесінде 14 пен 17 жас аралығындағы 250-ден астам жасөспірім балалы болған. Жыныстық қатынасқа ерте түсу қыз баланың денсаулығына аса қауіпті. СПИД ауруының таралуының бір себебі де осы мәселе болып отыр. АИДВ инфекциясы аса қауіпті аурулардың бірі болып саналады біздің Қазақстан Республикамызда. Статистика бойынша қазіргі таңда 29 мың адам тіркелген Қазақстан Республикасында, ал әлем бойынша 38 миллион әлем бойынша. Ал Оңтүстік Қазақстан Республикасында бізде тіркелген адамдар саны 2935 адам. Көріп тұрсыздар, яғни біздің өңірімізде де осындай аурумен ауыратын адамдар бар. Кездесуде 15 және 45 жас аралығында кеңінен таралған аты жаман аурудың жұғу жолдары мен одан қорғану жолдары түсіндірілді. СПИДпен ауырғандардың 75%-ы жыныстық қатынас кезінде жұқтырған. Қоғам дертіне айналған мәселенің бірі нашақорлық. Облысымызда 2800-ден астам азамат нашақорлықпен тіркеуге алынған. Шарада осы зиянды әдеттердің адам өміріне алып келетін қауіп-қатерлері түсіндірілді. Сараптамалық бойынша әрбір нашақор есірткі тұтынуға жылына 13-15 адамды тартады екен. Адамдарды нашақорлыққа баулау қылмыстың ең соры. Соңғы мәліметтерге жүгінсек, республика бойынша 49 мыңнан аса нашақорлық бар екен, тіркеуге алынған. Жиында қаралған тағы бір мәселе жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы. Психологтардың сөзінше суицидке жол беретін жастардың қатары азаймай отыр. Былтыр 90 жасөспірім өмірімен қоштасуға оқталған, оның 36-сын аман алып қалу мүмкін болмапты. Қанат Байысов, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.